Ақынға ұнап шалқыған, балғын күндер балқыған, ауылымда өткен балаусай кез көктем адалдығы аңқыған. Бесігінде тербеткен, тайғамыны беру жеткен, ауылдағы өмірген даладай көңіл табылар ма жер көктен. Қайда сол бал шағым, сағындырды қанша күн, кіндігімді кескен, асық ойнап өскен ауылымда аңсадым. Кіндігімді кескен, асық ойнап өскен ауылымда аңсадым. Алықтап кетті шаттана шәкірт қияла, бәлімнің оғып бағасам бойға жияды. Бағалай білген ұстаздар, ардақты жандар, оралмай кеткен сағында алтын ұяна. Bir үміт артып балаңа сенгенің үшін, бір сенім артып біздерге келгенің үшін. Сәтіңді қиып баулыған еңбегің үшін, мың алғыс саған ұстазым, мың алғыс саған. Біздің мәдениеттегі, руханияттағы апайымыз, ұстазымыз Рымбала Кенжебала қызына және қазақтың батыр қызы Сағат Батырхан қызына журналист әйгілі Қазақстанның маркеткесі сөз берейік. Сосын осы әулеттің атынан біздің Роза әкемнің кластасы. Құрметті осы ауылдың тұрғындары, ұстаздары, шәкірттері, туыстары, бүгін бір ерекше күн, осы жаңа оқу жылы басталған кез, және бүгін тіл мерекесі күні, осындай бір тамаша кезде мынандай ұстазға арналған үлкен шара. Жаңа бастағанда айтып отыр, айтпай қалам. Бұл ауылда қандай адамдар тұрған. Мына жерде кішкентай ауылда осындай Тәшіров атындағы көше, Қабен Мұстафин атындағы көше, үлкен биік тұлғалар атындағы көшеде кішкентай ғана ауылда. Бұл шында да әр жерде мұндай бола бермек. Бұлар үлкен қазақтың ұстаздарын, тұлғаларын ұлағаттаған бір үлкен шара. Осыны басқадан жасаған адамдарға да көп. Бұл кісінің кереметтей бір өмір жолына арнап, 120 жылдығына арнап, осындай үлкен кабинет ашудың өзі бұл тарих, бұл ауылға тарих, бұл шәкірттерге тарих, бұл осы мектептің ұстаздарына үлкен тарих, үлкен бір үлгідетеміз, оларды емес. Мен енді ол кісіні әрине жүзін көргенім жоқ, қасында болғаным жоқ, жаңа бірақ та осы шәкірттерін айтып жатыр. Шында да нағадағы үлгі тұтатын үлкен ақсақал, үлгі тұтатын ұстаз, осындай ұстаздың болғаны осы ауылға үлкен мақтаныш. Және де осындай ұстаздан білім алған, осы тәрбие алған осылардың шәкірттері, ол бақытты деп есептеймін. Негізінде ол кезде мұғалімдер бөлек болатын. Ол кезде мұғалімдерді ерекше сыйлайтын. Ешқашан мұғалімнің атын айтпайтынды. Мұғалім деп балалар сөйтіп қана жүгіріп жүретін. Ол қандай тәрбие біздің тек қана қазақта ғана болған шығар, сондай мұғалімнің есімін атамай, мұғалім деп сыйлап бас деген бір керемет заман болды ғой. Сол заманды көрген, сол заманда еңбек еткен мінекей біздің достарымыздың Венера апалары, мына жерде енді Ержан тұр, Ақжан Шәкен апайдың жолдасы, Ержан папасы, Ақжан ағамызда біз білеміз, көзін көргенбіз, осы талантын да biz bilemiz, üniversitede bilemiz. Ona arkayı muzikalık aspetler üstad olsa kalktı konuş hakkında biz görmemiz adamlarımızın göremez. Onun var mı ayrıca sosyal sonda olanı, onların kızlarının
мына немелерің сондай болған әрине осы біздің мына бүгінгі ерекше құрметтеп отырған сол кісіні еске алып отырған біздің Әбдіғали әкеміз Әбдіғали үлкеніміз десек ол артық емес. Сондықтан мен барлықтарыңызды құттықтаймын. Осындай шаруа көбейе берсін. Кішкентай Қарғыдық ауылы енді бұрыннан осы келіп жүретін жігіт мен қызбен бағына барамыздар, көретінімізді. Ал енді бүгінгі күн тіпті ерекше. Сондықтан осындай шаралар балалардың әрине осы есінде қалсын. Тәрбие алсын балалар. Жаңадан кейін ең жақсы шәкірттердің бірі деп кішкентай Аружан деді ғой деймін. Сол кісіге, сол балаға құрмет көрсетіп, осы кабинеттің ашуы, оған бала біздің айтпайды сөзіне, ол да бір үлкен тәрбие. Ана балаларға тәрбие. Мінекей, біз де сондай боламыз деген сондай ұмтылыс болсын. Құттықтаймын баршаңызды. Қайырлы күн, қымбатты қауым жиналған. Бүгін Қазақстан халқының тіздері күні. Кішкентай ғана аядай ғана Қарақұдық ауылының үлкен мектеп білім ордасында тарихи оқиға болып жатыр. Сонымен барлықтарыңызды құттықтаймын шын жүректен. Өйткені Есен Әбдіғали атаның соғысқа дейінгі де еңбек жолы ұстаздық болған. Одан кейін жоғарғы оқу орнына түседі, жоғарғы оқу орнын бітірместен соғысқа аттанып кетеді. Тыңда тұрған Камали Дүйсенбек екеуі әр шәкірті білген соғысқа аттанып бірге айтып келген содан кейін. Мен оны білетін себебім Венераның осы кабинеттің ашылу үшін жасаған еңбегінің сетжағасын көрдім. Тірнектеп жинап естеліктің барлығын әріптестерінен, шәкірттерінен әрбір естелікті оқып, толғанып отырып, жаңағы естеліктердің барлығын жинаған кезде. Сондықтан соңында іздері бар, сұрары бар, бақтары бар, елі бар, жұрты бар. Есен Әбдіғали атаның бақытты екендігін, әруағының шат болып жатқанына қазір куә болып отырмыз. Осы кабинет ұрпақтан ұрпаққа білім беретін, тәрбие беретін үлкен бір орда болсын. Осыдан алатын өнеге ары қарай жалғаса берсін. Біздің еліміз, жұртымыз аман болсын. Қарағұдық сияқты бақытына туады. Осы Қарақұдық өте ыстық, өйткені осы жерде туып өстік. Мектепте ол кезде 7-ші класс қана болатын, 7-ші класста оқыдық та қалаға ауыстық. Мен енді бүгін өте қуанышты болып тұрмын. Әке-шешеміздің осы оқыңдар деп бізді тәрбиелегені, сол кісілердің сенімін ақтасақ, біз сол кісілер бір ауына түсіп жатқан шығар деп өзім соған қуанып тұрмын. Өйткені осы тәрбие үйден отбасынан басталады дегендей, біздің әке-шешеміздің, анамыздың, папамыздың сондай бізге берген тәрбиесі әлі ол уақытта жас болсақ та қазір сол кісінің тәрбиесі есімізде тұрады. Әрбір өзіміз бала тәрбиелегенде сол кісілерді мысал келтіремін мен. Сондықтан да енді мынау өте қуаныштымын. Айтпай саған көп рахмет. Және мен айтайын деген осынау районынан келген әкімдерге, осының директор школы, осы Қарақұдық мектебінің біз өте рахметімізді айтамыз. Сіздер өздеріңіз соны қоштап, біздің тілегімізді орындап жатқандарыңызға көптен көп рахмет. Айналайын, айтпай, сені папаң сол менімен бірге оқыған, сен мені бүгін папамның осындай жүргізіп, қандай тамаша қылып жүргізіп жатсың. Өте қуаныштымын, барлықтарыңызға денсаулық тілеймін. Осындағы оқушылар сол папама қарап отырып, сендер де сондай тәрбие, білім алыңдар. Қазір ұстаздарды құрметтеу керек. Біз мысалы ұстаз келе жатқанда ол кісілерді былай сырттайтынбыз, өткізіп жіберіп, сондай сыйлық болатын. Қазір басқаша түсінеді балалар. Сыйлайды. Сондықтан да айналайын оқушылар, тек біздің жолымызды беріп, осы ағаларыңның, апаларыңның мұғалімдерді құрметтеңдер, айналайын. Қадірлі оқушылар, ұстаздар, мынау ауылдарыңызға осындай айтулы шара ұйымдастырып жатқандарыңызға рахметімізді айтамыз. Қарақұдықтың қасиетті қара топырағында өсіп өнген ұрпақтың біздің атамыздың еңбегін қадірлеп, құрметтеп осылай жатқанына тағы да рахметімізді айтамыз.
еңбек адамының, оның ішінде ұстаздың еңбегінің елеусіз қалмайтынын көріп отырып тұрсыздар. Ескіше хат таныған, көзі ашық, көңіл аяу мейірлі жан, білім дәнін сіңіріп әр шәкіртке ғасырмен бірге шаса бүлгі болған. Етене араласқан еліменен қиын қыстау кезеңді бірге өткерген, отан үшін жан қиып, қанын төгіп өмірден сабақ берген өзі көрген. Ел іргесін қалаған жұртпен бірге ұлағатты ұлыстаз мәлім елге, шәкірттері қадірлі азаматтар.